Сәлем достар, сіздермен бүгін үй жағдайында балмұздақ дайындайтын боламыз. Ол үшін қант пен какаоны қосып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне 3 жұмыртқаның сарысын қосып, жақсылап араластырамыз. Осының барлығын араластыра отырып, үстіне холодильниктен шыққан салқын сүтімізді аз-аздан қоса отырып, жақсылап араластырып аламыз. Сүтімізді толықтай қосып, жақсылап араластырып, массамызды газдың үстіне қоямыз. Газдың асты жай отта болуы керек. Осы кезде массамыз аздап қоюланады. Дайын болған массамызды басқа ыдысқа ауыстырып, үстіне шоколадты қосатын боламыз. Шоколад ерігенше араластырып, массамызды бөлме температурасында суытып қоямыз. Арасында араластырып тұрамыз. Оған дейін сливкиімізді алып, қоюланғанша жақсылап араластырамыз. Дайын болған сливкиді суыған шоколадты массамызға қосып, жақсылап араластырамыз. Сливкиді салып, жақсылап араластырып аламыз. Осы кезде балмұздақтың дәмін көріп алған жөн. Егер сізге қант аздау болатын болса, қант ұнтағын қосып араластырып алыңыздар. Содан кейін дайын болған массамызды холодильникке 1 сағатқа салып қоямыз. Холодильниктен алып, осылай формаларға саламыз. Үстіне посыпка немесе шоколадтарды осылай әдемілеп сепсеңіздер болады. Балмұздағымыз дайын, ас болсын. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.